Не үшін құлдық дедім? Өйткені өз құқығын қорғай алмайтын ел, өзінің мемлекеттік ана тілінде сөйлей алмайтын ел, өзінің тәңір дінін орната алмаған ұлт, шекарасына ие бола алмаған ұлт, мемлекет қалай біз егеменбіз, қалай біз қазақпыз деп кеудемізді жыртып айқайлаймыз, қалай біз бірдеме жаңағыдай мақтан етеміз, біз қазақпыз деп, егер қолымыздан дым келмесе, ешнәрсе жасай алмасақ, бір түрси, бір нәски шығарылмасақ 30 жылда. Таза құлдық бұл, таза құлдық. Тағы да сол құлдыққа емін еркін мойынсұнып отқан ақымақ сорлы елді көргенде айтарға сөзім жоқ.